Сәлем достар, алмасы қосылған бөлке нан дайындаймыз. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүтті құямыз. Үстінен қант, ашытқы салып араластырамыз. Оның үстінен бір жұмыртқа салып араластырамыз. Ендігі кезекте алдын ала електен өткізілген ұнды саламыз. Үстінен жарты шай қасық тұз саламыз. Араластырамыз. Содан соң бөлме температурасындағы сары майды салып араластырып қамыр илейміз. Қамырымызды жылы жерге 1 сағатқа қойып қоямыз. Осы кезде салмасын дайындауға кірісеміз. Орташа отта алдын ала алмаларды турап алдым, көбейіп кетіп, содан соң үстіне қант, корица, лимон шырынын қостым. Оның үстінен жүгері крахмалын салдым. Араластырамыз. Содан соң үстіне сары май салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Сұйықтығы азайып соң оттан алып суытамыз. Суығанша қамырымызды бірнеше бөлікке бөліп, содан соң осы дәл видеодағыдай оқтаудың көмегімен жайып, ортасына начинкамызды салып, дәл видеодағыдай түйеміз. Противенге салып 30 минуттай көтерілгенше қойып қоямыз. Көтерілгеннен соң бетіне жұмыртқаны жағып, 180 градуста 20-25 минутта пісіріп аламыз. Осымен бөлкелеріміз дайын. Суытамыз, содан соң үстіне қант ұнтағын себеміз. Ас болсын.